Ассалаумағалейкум. Енді бізде бағана айтқанда обзорчик погрузчикке болады. Дело не в принципах, даже не слышно. Дерзкие улицы, тяжело дышат. Грязные руки все тянутся к небу. С самых низов подвалов и шлепа. О, завязывай. Францет, идет. Дресс-код черный, красный ковер. Если не пойман, то значит не вор. Публика медиа, юморит двор. Мен амандаспайын ба? Басы. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Ассалаумағалейкум дейші. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бізде кішігірім обзорчик погрузчикке болады. Одан алдын өзінің владелесі бар ғой. Соны айдайтын кісімен кішкентай обзорчик болады. Интервью ма не дейтін еді? Интервью ғой. Бірімжар Қуаныш мырза. Бұл погрузчиктің иесі, және осы погрузчикті айдайтын кісі ғой. Жалпы погрузчикке қанша болды отқаныңызға? Мен айдап жүргеніме 1,5-2 жылдай болды осы погрузчикті айдап жүргеніме. Күндік табысы қанша? Жақсы, әр қалай. Ерте мысалға Құдай қаласа сезон басталса табыс әкеледі. Примерно. Сағаты қанша мысалы? Сағаты 14-15 мыңнан. Погрузчик алыңыздар ағайындар. 14-15 мың өзім айтайын ау деймін, ә? Жалпы погрузчик жайлы не айтасыз? Кішігірім. Өзіңіз енді Қазіргі қолданыста жүрген техника жақсы көлік техника. Das, ta, ев, ски. Достоевский. Освежитель. Главный бұның қай жерін, ең главный жері қай жер бұның? Алды ғой. Алды мен жұмыс істейміз ғой. Бұмен не істейсіздер сонда? Бұнымен карьерде істейміз. Құм артамыз, тас артамыз, жер тегістейміз, қар күрейміз, жұмыс көп бұған. Жұмыс көп қой, достар, кішігірім обзор шықлайық. Жалпы Кука мырза айтады қазір. Бұның моторы, аппаратурасы жайлы, және насостары, мысалы болады, гидропикасы бар бұның. Және объемы қанша? Объемға қамлиға? 6 порш. 9-да 7 болады ғой, ақымақ. Мен білем ғой. 9-да 7 ма? 9-да 7 ғой. Объемдары, аппаратурасы. Құртты ғой бәрі. Мына жақын көрейікші. 9-да 7 объем. 6 поршынды мотор, дизель. 6 форсунка болады. Аппаратурасы олар мощный. 618 мотор нөмірі. Кетті мотор. Міне ағайындар көріп тұрғандарыңыздай. Бізде мотор. Ане аппаратура анау болады. Және мынау бізде компенсатор ма, мынау не? Не ғой? Компрессор. Компрессор, Компрессор бәрі қол жететін жерде көрініп тұр. Ана төбесінде воздуха. Анау турбина. Анау шетінде турбина бар. Арық шетінде. Қарапайым Қытайдың қара моторы. Қарапайым Қытайдың қара моторы дейді ғой. Міне радиаторына 42-43 литрдей су кетеді. Жалпы судың көлемі ішіне. Аха. 25 литр май кетеді бұған. Маймен основной жұмыс істейтін. Баллондарына келік. 1,5 метр ма? Биіктігі. Где-то 1,5 метрден аса ғой, менің бойымнан. Сәлі кішкентай болып тұр. Вид осылай көрінеді, базар жоқ. Ал Кука мырза. Қарап тұрғандай шторка бәрі бар екен. Жағдай жасалған. Төбесінде шкафчик бәрі бар. Шкаф, магнитофон, зарядка, колонка, ар жағында шкаф, зат-салат. Киім. Газ, тормоз, как положено. Рычаг. Мынау алдының скоростың рычагтары. Скорость қой. Скорость. Алда артқа. 2 скорость. Алдыға 2 скорость, артқа 1 скорость. Болды ма? Болды. Жалпы осындай погрузчик бізде. Жалпы бұл қандай жерде тұрық? Соны түсіндіріп кетсеңіз. Біз вазы, мынау үлкен вазым. Самосвалдар бар, трактор бар. Жетішті ананы көрік. Әр түрлі техника. Вольвоны көрік ағайындар. Volvo var.
Міне самосвалдар бар, шаландылар бар. Мына қызыл шаландылар тұзбен келген, тұз алып келген. Қамқалыдан тұзбен келген. Міне мынау да круженый тұр, тұз. Бұлар Қырғызстанға алып кетіп жатыр. Тұзды. Мына екі машинаны бүгін алып кетті. Тұздың осырадан келіп, фуралар келіп, қаптап алып кетеді. Ана қапталған тұздар тұр ғой. Мына жайлы не айтасыз? Бұл Volvo. Volvo. Енді бұл дейтін жақсы машина, иномарка, трассының машинасы. Бұлар кеше рейстен келген. Бір аптадай болды, рейске барып, Себір жаққа барып келді. Міне мынау холодильнигі. Себір жаққа, Себірге груз апарып келді. Холодильникпен. Жалпы айтқанда осындай бізде кішігірім баз. Міне мынау Кілт қалып кетті үшін. Жалпы бәрімізде осындай техниканың қасында жүргендіктен білмейсіздер көбісін. Көп жұмыстың бәрі осындай техникалар жұмыс істейді. Жалпы оңай ғой бәр жеріне қараған кезде ше. Міне мына самосвал келді, рейстен келді. Қойшы болды аяқтайық. Бас ауырып жүрді ғой, идереу қиды екенсің. Мотор жинап отыр. Осы ағайындар бізде осындай кішігірім техника жағынан обзорчик. Жақында осы самосвал түсіреміз әлі. Погрузчик примерно айттық сағатына 10 мыңнан аса ақша табады екен. 10 мыңнан аса. Сол себепті погрузчик алып айдайсыздар ма, или хова алып айдайсыздар ма, енді көре жатасыздар. Жалпы сіздермен болған мен Дәурен Амангелдиев. Бүгін біз техникадамыз. Ертеңде. Қош жау. Және де подписаться